Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Семей өңірінің қазіргі Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келген. Абайдың шын аты Ибрахим. Әжесі еркелетіп Абай деп атап кеткен. Абайдың ата тегі тәрбиеленіп шыққан ортасы тобықтының шынжыр балақ, шұбар төс, ауқатты отбасы болған. Әкесі Құнанбай аға сұлтан, болыс болса, аталары Өскенбай, Ырғызбай, атақты әйгілі билер болған. Болашақ ақын жас кезінен өлең, әңгімеге әуес болып, әжесі Зере мен анасы Ұлжан аңыз әңгімелерін барлық ынтасымен тыңдайтын. Ауыл молдасынан арабша сауат ашқан Абайдың әкесі 12 жасында оны Семейге оқуға жібереді. Абай Ахмет Риза медресесінде оқыды. Медреседе араб, парсы тілдерін жақсы меңгереді. Шығыс ақындары Низами, Сағди, Сули, Хафиз шығармаларымен танысады. Медреседе оқып жүріп, 3 ай Приходская школада орысша оқиды. Жастайынан ел басқаруға араласқан Абай, қазақтың білгірлері, шешендері, ақындары, жыршылармен жиі кездесіп, өз халқының рухани мәдениетімен ерте сусындайды. Өзі де билер секілді шешен сөйлеуге үйренді. Абай орыстың ақын жазушылары Пушкиннің, Лермонтов, Крылов, Толстой, Тургеневтің еңбектерін оқыған. Олардың шығармаларын оқи отырып, озық ойлы Абай орыс мәдениетін, өнерін, білімін үлгі еткен. Бұл да Абайдың даналығы. Жас күнінде оқи алмаған арман етіп, кейінгі ұрпаққа жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымда мезгілінен кеш сермедім деп өсиет қалдырды. Ақын өз өлеңдерінде қараңғылық, надандық, кертартпалықпен күрескен. Халық қамын ойлаған, жастарды білімге, еңбекке, өнерге шақырған. Абай сазгер. Абай қазақтың ән күйін сүйіп тыңдаған. Жаяу Мұса, Біржан Сал, Ақан Сері, Тәттімбет сияқты халық сазгерлерін ерекше бағалаған. Өзі де бірнеше ән шығарған. Абай ойшыл. Абай ойшыл дегенде біздің есімізге оның қара сөздері түседі. Қара сөздері терең ой мен күрделі пікірге құрылған. Қара сөздер көркем әңгіме емес, алайда оларды даналық сөздер, мақала, ғылымдық, философиялық шолулар деп қарастыруға болады. Жақсы мен жаман туралы баяндайды, халқын алға ұмтылуға шақырады. Абайдың 45 қара сөзі бар.